Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте оңай 5 минутта дайын болатын өте дәмді торт дайындайтын боламыз. Көп ингредиент қажет емес. Описание бөліміне керекті ингредиенттерді қалдырып кетемін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең бірінші осындай пряниктер керек. Кез келген пряник жарайды. Домалақ түрінде алсаңыздар болады, шоколадный түрін алсаңыздар да болады. Осылай шығартып турап аламыз. Қатты қалың қылып турауға болмайды, себебі біздің сметанамыз тез сіңу керек. Барлығын турап алғаннан соң осындай ыдысқа салып, үлкенде ыдысқа саламыз. Және басқа ыдысқа кез келген қаймақты алып, дүкеннен 20%, 15% қаймақ жарай береді. Ыдысқа салып, 4 ас қасық шекер саламыз. Егер қатты тәтті болсын десеңіздер, одан да көп шекер салсаңыздар болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және осы пряниктердің үстіне барлығын құямыз. Барлығын құйып болғаннан соң қасықтың көмегімен пряникпен қаймақты жақсылап араластырамыз. Және осы кезде банан немесе киви, клубника салып жіберсеңіздер де болады арасына. Өте дәмді болады. Жаңағы крем дайындаған ыдысқа мен осындай пищевой пленканы төсеп, араласқан пряникті осы ыдысқа салып, жақсылап бетін тегістейміз. Тегістеп болғаннан соң осының үстінде пищевой пленкамен жауып шығамыз. Холодильникке 1-2 сағатқа қойып жесеңіздер де өте дәмді болады. Бірденен жесеңіздер де болады. Холодильникке қойсаңыздар тіпті дәмді болады. Мен холодильникке қойдым 2 сағатқа. Барлық сметана сіңіп, жұмсақ, әп-әдемі болды. Осылай төңкеріп, пищевой пленканы алып тастаймыз. Және мен әдемілік үшін осындай Қазақстан шоколадын ерітіп алып, жағып шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Турап көрсетіп жатырмын. Тураған кезде де жұмсақ, ауызда салса еріп тұратын торт, жылдам әрі дәмді. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.